Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Бухари, муслимдер келтірген хадисте айтады: «Бу'ithtu ана вассаату кахатайн, ва дамма саббабата вал вуста». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менімен сағат былай етіп жіберілді дейді. Яғни менің келуіммен уассаа дейді. Саа деген бұл Құранның терминінде, құрандық терминде, Құранның тілінде қиямет күні деген мағынада келеді. Құранда Алла тағала уасалунака анис саа, олар сенен сағат жайында сұрайды дейді. Бұл жердегі сағат деген сөзден мақсат, яғни қиямет күні, қияметтің қашан болатындығы. Бұл біз түсінген сағат емес, бағанағы бір сағатта бағана 60 минут бар, одан мынанша секунд бар деген секілді. Ондай мағынадағы сағат емес. Құранда сағат деген сөз келген кезде, оның мағынасы қиямет күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Бу'ithtu ана вассаату кахатайн». Менің жіберілуіммен қияметтің болуы мұндай деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саббаба деген мынау сұқ саусақ және сонымен орта саусақты бір-біріне осылай қосты дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар болып келуімен қияметтің арасы сондай жақын. Енді бізде сұрақ туындауы мүмкін: қалай жақын болады? Қазірге дейін 1400 жыл өтті. Одан кейін тағы да қанша жыл өтуі мүмкін? Бұл жақын уақыт емес қой, ұзақ уақыт қой деген секілді адамда сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы уақыт деген кезде енді ол біздің санап жүрген күндеріміз бар, және Алла тағаланың алдындағы, жалпы Алланың құзырындағы уақыт, оның екеуінің өлшемі мүлдем бөлек. Алла субханала ва тағала мысалы Құран кәрімде айтады қиямет жайында: «Тараунаху баида ва нараху қариба». Сендер оны ұзақ көресіңдер, біз оны жақын көреміз дейді. Алла тағала Құранда: «Ва инна яуман инда раббика каалфи санатин мимма тауддун». Раббыңның құзырындағы бір күн сендердің уақыттарыңмен, сендердің жыл санауларыңмен каалфи санатин мимма тауддун, 1000 жыл секілді дейді. 1000 жыл секілді. Яғни ол уақыт өлшемі мүлдем басқа өлшем болып табылады. Сол үшін де жалпы яғни осы әлемнің жаратылуымен алатын болсақ, Алла тағала әлемнің қашан жаратылғанын айтқан жоқ. Әлемнің қашан жаратылғанын айтқан жоқ. Адам атаның жер бетіне түсуімен әлемнің жаратылуының арасында көптеген жылдар, тіпті бағанағы қазіргі ғалымдардың зерттеуі бойынша, мысалы миллион жыл алдын, мынанша жыл алдын деп жатады. Енді бұл сөздер шариғатқа қайшы ма? Яғни дініміз оны терістейді ме? Дініміз оны терістемейді. Дінде оны терістейтін еш нәрсе жоқ. Яғни бұл әлемнің ғұмыры мынанша деген Құранда немесе хадисте нақты бұл мәселеге нүкте қоятын ешқандай аят хадис жоқ. Сол үшін де яғни ондай жылдар өткен болуы мүмкін. Енді адамның жылына келетін болсақ, жалпы адамзаттың тарихына келетін болсақ, енді адамзаттың тарихы ондай бір үлкен ұзақ тарих емес. Өйткені Адам ата мен Нух алейхиссаламның арасын тарих бойынша қарайтын болсақ, одан кейін Нух алейхиссалам мен Ибрахим алейхиссаламның арасын, кейін Ибрахим алейхиссалам мен басқа пайғамбарымыздың арасын қарайтын болсақ, қанша бір 10 мың, 20 мың уақыт, осы сондай бір уақыт. Он бір миллиондаған жылдар емес. Ал бірақ бұл әлемнің жаратылуы. Ол миллиондаған жылдар болуы мүмкін бе? Мүмкін. Яғни бізде оны бір терістейтін де, оны қолдайтын да ешқандай аят немесе хадис жоқ. Сол үшін де яғни жалпы енді ғылым оны дәлелдеп жатса, мысалы кейде қазіргі кезде сондай бір нәрсенің жылын, ғұмырын білу жолдары бар ғылыми. Тексерген кезде мысалы тексереді, оның қанша жыл алдыңғы екендігін ғылыми дәлелдеп береді. Ондай нәрселер болып жатса, дініміз оған қарсы емес. Сол үшін де оны бір дәлел ретінде қарастыруға болады. Онымен алатын болсақ, енді әлемнің ғұмыры өте сондай бір ұзақ. Сонымен қияметтің болуын немесе Пайғамбар саллаллаху келуімен қазіргі уақыт алатын болсақ, жалпы әлемнің ғұмырына салған кезде ол еш нәрсе емес.
Жалпы қиямет дегеніміз не? Қиямет дегеніміз бұл әлемнің өлуі. Бұл әлемнің өлуі. Яғни әлем туылды, әлемнің бастауы бар, және бір күні келіп бұл әлем өледі. Күні бар, айы бар, галактикасы бар, бағанағы планеталары бар, жұлдыздары бар, барлығы өледі.